Елордалық әріптестерімізге алғыс білдіре отырып, біз Таңшолпанды Алматыдан ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, театр және кино актері Дулыға Ақмолда ағамызбен сұхбатты назарларыңызға ұсынбақпыз. Дулыға аға, қайырлы таң, қош көрдік өзіңізді. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, қайырлы таң. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық академиялық драма театрында кезекті премьера. Осы спектакльге өзіңіз де атсалысасыз ғой? Иә, бұл енді бүкіл әлем мойындаған үлкен классикалық шығарма деп айтуға болады. Бернар Шоудың үлкен шығармаларының бірі Пигмалион. Енді бұны қазақшаға аударып қойып жатыр, бізде Сүйікті менің періштем деген ат қойып. Енді Пигмалионның тарихы енді барлықтарыңызға белгілі. Бұл енді үлкен Бернар Шоудың гректің мифі дейді ғой мынау. Соған сүйене отырып, Пигмалион енді ол мүсін жасаушы, өзі мүсін жасап, өзінің мүсініне ғашық болған. Сөйтіп Галатеяға, содан жаңағы құдайдан жан бітіруді сұрайды ғой, сол оқиғаға байланысты осындай пьеса жазылған. Біздің театрымызда осындай үлкен классикалық шығарманың келуі актерлар үшін, жалпы шығармашылық тобы үшін, көрермендер үшін үлкен табыс деп есептеймін өз басым. Ал енді сіздің кейіпкеріңіз бұл қойылымдағы? Мен сол жаңағы басты кейіпкердің Элизаның әкесін ойнаймын. Дулитл деген, Альфред Дулитл. Бұл өте бір қызықты рөл. Енді 16-сы, 18-і бүгінгі күн, сосын енді 18-і, одан кейін 29-ы премьера, құдай қаласа, енді негізгі бағаны осы халық береді ғой деген ойдамын. Олай болса, Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарын осы менің сүйікті періштем спектаклінің премьерасына шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер, рухани азық алыңыздар дейміз. Жақында ғана отбасыммен осы Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрына бір спектакль көруге келдім. Бірақ билетті әрең таптық. Зал көрерменге лық толы. Жалпы көрерменнің осылай театрға, спектакльге көптеп келуі актерлерге бір шабыт бере ме? Актерлардың енді негізгі еңбегінің жемісі ол көрермен. Біз қашанда қандай жұмыс істесек те барлығы көрерменге арналады. Сондықтан да енді біздің театрымыз жалпы театр көрермендерінің кенде болған емес. Одан кейінгі, мынау пандемиядан кейінгі көрерменнің енді театрға келуі толассыз, бұл өзінше бөлек бір әңгімеге сай үлкен дүние деп айтуға болады. Рахмет театрды бағалағандарына, театрдан көрерменді көру өте қуанышты өйткені, яғни халықтың көзқарасы, халықтың рухани өсуін көруге болады. Театрмен сөйтіп бағалауға болады. Сондықтан да бұл өте қуанатын нәрсе. Көрерменіміз көп болсын деймін, тек біздің театрларда емес, жалпы бүкіл қазақ театрларының көрермені көп болса екен деп тілеймін. Дулыға аға, жуырда ғана мәдениет майталманы деген тағы бір төсбелгімен марапатталған екенсіз. Осы марапатыңыз жайында айтып берсеңіз. Марапаттың барлығының ар жағында үлкен жауапкершілік тұрады. Ұсынған адамдарға және де лайықты деп берген адамдарға үлкен алғысым шексіз. Неге жауапкершілік көп? Өйткені айтып отырмын ғой, енді өнер майталманы деген аттың өзі ар жағында үлкен астары бар. Сондықтан да енді халыққа беретініміз, артымызда келатқан жастарға беретініміз көп болу керек. Әлде болса, яғни бізге көп ізденуге тура келеді. Бұл бір стимул деп ойлаймын өз басым. Абыройыңыз арта берсін. Жақында ұстаздық қызметті қолға алғалы жатқаныңызды естідік. Осы Ақжолтай хабар жайында бізге тарқатып айтып берсеңіз. Бұл енді біздің Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық академияда соның қасынан бір студенттер қабылдап, мынау бір ұстаздық жағымызды бір көрсек, енді меніңше уақыт болған сияқты. Шәкірт тәрбиелеу, оларға жаңа білгенімізді айту, түсіндіру, көрсету деген сияқты бойымыздағы барымызды беру. Енді әрбір актер үшін жалпы керек нәрсе деп ойлаймын өз басым. Азамат Сатыбалды, қазір сол ұлттық академияның ректоры, осындай ұсыныс жасады. Сондықтан енді бару керек, шәкірт тәрбиелеу керек. Енді біздің өзімнің ұстазым Тұңғышбай Жаманқұлов, өздеріңіз білесіздер, сол кісінің алдынан біз 93 жылы дәріс алып шыққан болатынбыз. Бізді қабылдаған кезде Тұңғышбай ағайлар сол 40-тың ішінде екен, қылшылдап тұрған жас кез екен. Тұңғышбай ағадан көп нәрсе алдық, оның енді Тұңғышбай ағайдың шәкірттерінен ақ сол өзінің үлкен еңбек еткенін содан ақ білуге болады. Бүкіл театрлардың барлығында, бүкіл өнер әлемінде біздің курстастарымыз үшін үлкен мақтан тұтатын нәрсе. Сол сияқты енді мен де қолымнан келгенше болмасаң да ұқсатпақ дейді өзімнің сол ұстазымның
бергенін ары қарай жалғастырамын келеді. Сіз қанша жасыңызда ұстаздық қызметті қолға алайын деп отырсыз? Қазір қаншадасыз? Тура 50 жасында. Әбден піскен шағыңызда? Білмеймін, енді мүмкін. Жақсы. Менің ойымша, сізден тәлім алатын шәкірттер өте бақытты. Өйткені сіздің өнер жолындағы тәжірибеңіз, оларға береріңіз өте көп қой. Олар өте бақытты деп санаймын. Біз естіп біліп жатамыз, Дулыға Ақмолда ағамыз кейбір ұсынылған кинодағы рөлдерден бас тартады екен. Бұл қандай рөлдер аға? Енді жалпы актер адам кинода роль ұсынылған кезде сценарийді оқу міндетті. Роль екен деп барлығына бірдей бас сұға беруге болмайды ғой. Оның рөлін қызықты болу керек. Ол жерде бір жұмыс істейтіндей бір дәнегі болу керек ол жерде. Оның барлығын қараймын, сценарийді оқимын. Ұнаса барамын, ұнамаса бірденен жаңағындай бас тартамын. Енді қандай рөлдер дегенде көбіне көп менің бұрынғы рөлдеріме ұқсамайтын рөлдер болса деймін. Одан жаңа айтып отқандай бір шығармашылық, бір жұмыс істейтіндей нәрсе болса, сондай көбіне қызығамын. Енді бұл кейінгі жылдары емес, бұрыннан сондай өзімде бір принцип болды. Осыдан бір 20 шақты жыл бұрын енді киноға енді тәй-тәй бас келе жатқан кезімізде де сондай басты рөлдер болды, бірақ мен отказ жасадым, өйткені ол рөлде мен өзімнің шешемді өлтіруім керек болды. Роль бойынша ауырып жатқан шешем, соны мен жастықпен тұншықтырып өлтіруім. Роль өте ұнады, өте жақсы, бірақ сол тұсы үшін мен режиссерлермен сценаристпен сөйлесіп көрдім, бірақ олар енді оны өзгерте алмайтын болды. Сондықтан да бас тартылмады. Сондай енді өзінің бір актердің бір өзінің бір жанына қарсы нәрселер болады. Енді барлық нәрсені жасауға болады, бірақ кинода болса да өзінің анасын, өзінің шешесін тұншықтырып өлтіру мен үшін енді шын айтқанда қиын нәрсе болатын болды. Сондықтан да мен бас тарттым. Сол сияқты көп. Дулыға Ақмолда әмбебап актер деген пікір бар екен әріптестеріңіздің арасында. Дегенмен өзіңізден сұрайықшы, қай жанр сіздің жаныңызға жақынырақ? Негізі енді профессионал актер үшін, дипломы бар актер үшін роль таңдау деген дұрыс емес деп ойлаймын. Ол жанр таңдау деген. Ол комедия болсын, трагедия болсын, драма болсын, қандай роль берілсе де, ол театрда әсіресе актер соны ақтап шығу керек деп ойлаймын. Ол эпизодтық роль ма, басты роль ме? Енді жаңа айтып отқанымыздай, кинода сіз рөлден отказ жасауыңызға болады, бас тартуыңызға болады. Ал театрда ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қандай роль берілсе де, актер соны үлкен жауапкершілікпен атқарып шығу міндеті. Енді Құдайға шүкір, мен осы театрдың қабырғасында комедия жанрында да, драма жанрында да, трагедия жанрында да рөлдер ойнадым. Мен ойлаймын, актер барлық жанрда әмбебап болу керек. Актер болғаннан кейін, өзім айтқандай диплом алғаннан кейін, соның оқуын оқығаннан кейін, актер соның барлығына бірдей болу керек деп ойлаймыз осы. Актер үшін ең бастысы ол көрерменнің алдына шығып жарқ етіп рөлді ойнап шығу емес, оған дейінгі процестер, оған дейінгі ізденістер. Мынау стол басындағы читка дейміз, ең бірінші оқығаннан бастап рөлді сол кезден сахнаға шыққанға дейінгі кезең мен үшін өте қызық сол. Мүмкін сенің басынан бейнені қағналасындай ғаламның жатырында 3 жыл жаттым анамның. Өй бастамаған қимадың 9 ай 9 күншілік шарана ғұмырын адамның. Дулыға, сіздің үлкен экрандарға шыққан киноларыңызды, YouTube желісіне шыққан киноларыңыздың біразын өз басым көрермен ретінде тамашалап, сондай жақсы әсер алдым сіздің кейіпкерлерді сомдауыңыздан. Дегенмен өзіңізден сұрайыншы, осы кинодағы қай образ, қай кейіпкер сіздің ерекше есіңізде қалды? Енді іштен шыққан шұбар жылан дейді, ол театрда да, кинода да әрбір жасаған енді образ демей ақ қояйын, жасаған кейіпкерім өзім үшін әрқайсының орны бөлек. Әр роль үлкен қиындықпен келеді актер үшін. Үлкен ізденіспен, ол түсірілу алаңында болсын, не болмаса сахнада болсын, үлкен жұмыс болғандықтан да, үлкен процесс болғандықтан да, режиссермен жұмыс, автормен жұмыс, көптеген жерден де еңбек, былайша да маңдай теріңді төгуге тура келеді. Сондықтан да мен бір рөлімнен мынау артық, мынау кем деп айтуға аузым бармайды, өйткені барлығы, жаңа өзім айтқандай іштен шыққан шұбар жылан, бәрі мен үшін қымбат, әрқайсысы жеке-жеке. Енді өткен кинолардағы рөлдеріме, театрдағы рөлдеріме кейіннен қарап отырам.
көптеген кемшіліктер көріп жатамын мысалға. Әттеген ай мына тұс жетпей қалған екен ғой деп. Я болмаса керісінше қазір мен жасай алмай жүрген нәрселерімді көремін сол жерде мысалға, сол рөлдерім арқылы. Сондықтан да әр рөлім өзім үшін қымбат. Қазіргі уақытта жаңа Қазақстан деген ұғым, түсінік пайда болды бізде. Жаңа Қазақстан дегенді сіз өзіңіз қалай көресіз? Енді жаңа Қазақстан дегенді оны бір бәрін жаңадан міне деп бірденен бастау емес қой. Жаңа Қазақстан дегеніміз өзіміздің сол бұрыннан келе жатқан дәстүріміз, салтымыз, ғұрпымыз, осы адами болмысымыз бәрі сақталу керек. Бірақ енді көп тұста енді бізде жетпей жатқан нәрсе көп болды ғой, енді кемшіліктер көп болды. Оның барлығын қазбалап айтудың керегі жоқ шығар деп білемін. Солардың бәрін орнын толтырып, ең бастысы әркім өзінің орнынан табылу керек. Профессионалды түрде әркім өз орнында отыру керек деп ойлаймын. Сонда жаңа Қазақстанды біз сонда орнатамыз. Өнер адамы өзінің өнерімен шұғылдану керек. Мысалы, жазушы өзінің жазушылығымен, медицина қызметкері өзінің медицина қызметімен айналысу керек, инженер өзінің орнында отыру керек деген сияқты. Және де барлығы профессионал тұрғыда өзінің орнында отыратын болса, жаңа Қазақстан сонда орнайды. Бүгін арнайы уақытыңызды бөліп, Дулыға аға, Таңшолпанға сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет. Таңшолпан бағдарламасы талай жылдан бері өзінің көрерменге беретін осындай бір жақсы әдемі хабарлармен көрерменнің көзайымына айналған үлкен бағдарлама. Сондықтан да осы бағдарламаларды ары қарай жалғастыра беріңіздер. Барлықтарыңызға шығармашылық табыстар тілеймін. Көрерменге театрға келіңіздер деймін. Үлкен шығармашылықпен, өнермен сусындап жүре берулеріңізге әрқашанда тілектесімін. Аман болыңыздар. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, театр және кино актері Дулыға Ақмолдамен болған сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсындық. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер.